30 жылдың ішіне біздің жетістіктеріміздің ең алғашқысы, ең қасиеттісі деп айтуға болатын шығар. Ол бізге Алла Тағала өзіміздің қасиетті дініміз исламды, ата-бабамыз ұстанған дінімізді қайтарды. Тәуелсіздік алған кезде бізде 68 мешітхана болатын. Қазіргі таңда Аллаға шүкір 2700 мешіттен асты. 30 жылдың ішінде бұл үлкен көрсеткіш. 2019 жылы елбасымыз әлемдегі үлкен мешіттердің қатарына кіретін Нұр-Сұлтан қаласында үлкен мешіттің іргетасын қалаған болатын. Биыл Алла қаласа желтоқсан айында тәуелсіздік күнінің аясында ашуы жоспарланып жатыр. Қазір оған дайындық жұмыстары қазіргі таңда жүріп жатыр. Құрылысымен танысып отырамыз. Қазіргі таңда құрылысшылардың бізге айтуына қарағанда олар өзінің бекітілген кесте аясында келе жатыр. Алла қаласа бұл үлкен мешітіміз қазақтың мұсылмандығын, қазақ халқының ислам дінін ұстанатындығын насихаттайтын, мұсылман жамағатының Құдайға құлшылық ететін қасиетті үлкен бір мешіт болатындығына иншалла сенімдіміз. Аман-есен аяқталып, ел игілігіне берілуін Алла нәсіп етсін.